Бармысыздар, достар. Сол шайдың әңгімесі ғой. Біліп отырсыздар ғой бәріңіз теманы. Тема Шабдан көкем, кәдімгі жарықтық марқұм Шәкең жатқан жерің жайлы болғыр. 1969 жыл, біз ол кезде, мен бір 3 жаста екенмін, сол кезде сұмдық алапат бір қыс келген оңтүстікке. Сол қыстың шеті Отырар ауданына да тиген. Қызылқұмға 1,5 метр қар жауған. 1,5 метр қардың артынан қайтып жауын түскен. Ана 1,5 метр қар мұз болып қатқан. Сөйтіп, ана уағымал түгіл, ірі қара мал есіктің алдына шыға алмай қалған. Есіктің алдына шықса, 4 аяқ 4 жақ еді. Содан жарияланған бүткіл облысқа чрезвычайная ситуация. Бүткіл облыстан мықты көліктерге жем, шөп артып, дәрі-дәрмек алып, он алып, адамға жейтін тамақтар алып, қойшыларға тез жеткізіңдер. Ана малды аман қалу керек, бірінші адамды қалу керек деген. Қонаевтың өзі сол кезде звондаған облыстың әкіміне, несіне, бірінші секретарына. Не болып жатыр, Отырар ауданын қадағала деген. Содан облыстан келген кісілердің барлығын ауылда Тәжхан деген көкеміз жарықтық жатқан жер жайлы болсын. Сол мырза кісі еді, өзі бір көргені бар, қолы ашық, управляющий болған, талай адамға жақсылық тиген кісі ғой. Сол анау сырттан келген қонақ елге келгеннен кейін бір дұрыс әңгіме айтып кетсін, ұят болады, біз елміз ғой деп, үйімнен бір үлкен тамақ беріп жүрейін деп, үйді дайындап, ыстық тамақты дайындап, барлығын үйіне шақырған ғой. Жаңағы қойшыларға қарай жүретін экспедицияны түгел шақырған ғой үйіне. Шабдан көкем кешігіп, жұрттың бәрі жиналып қойғаннан кейін келіпті. Жыртық тонымен албат-жұлбат жетіп келіп, Тәжхан көкем үйіне кіріп келген, өздері құрдас қатар, заман құрдас барлығы. Кіріп келіп, жаңағы жаурап келіп, пештің түбіне қараса, пештің түбінде сары тұлыпқа, кәдімгі тұлып деген тобықтан келетін тон ғой, қойшыларға берілетін үлкен тон. Соған оран еп бұзау жатыр дейді. Жаңадан туған сиырдың бұзауын орап қойған ғой, жаңағы кішкене салқындап қалды деп. Шәкең алдында Тәжхан көкемнен сұрап жүрген, ана бір ұзын тұлып келіп жатыр екен ғой, соның біреуін берсейші маған, құрдасыңа берсейші біреуін десе, Тәжхан көкем бермейді екен. Жоқ, ол қойшыларға спискпен келген, ертең саған берсем бір қойшы ана жақта жыртық тонмен жүреді, Шабдан, сен елдің ішінде жүрсің ғой, қойсайшы деп көкеме бермейді екен. Соны көкем айтады дейді, тәкең жүгіріп келіп, Тәжхан, ойбай, кім, Шабдан, кір үйге, кір, кісілер күтіп қал, жет бол, тамақ жеп, тез шығып кетейік, ана жақта ел, халық қырылып жатыр, күтіп отыр. Сөйтсе Шабдан көкем екі көз бұзауда дейді. Шабдан көкемді бұзау қараған. Шабдан көкем екі көз бұзауда, Тәжхан көкемден бұзау қарап қалған ғой. Сорлы Шабдан, байғұс Шабдан, қуғыдай, мені бұлай Шабдан қылғанша, тоным жоқ, қоңым жоқ, нормальный жолым жоқ. Мені одан да мынау Тәжханның бұзауы қылмадың ба, пештің түбінде сартон қоранып жататын депті. Шәкеңнің сөзі оқ. Сол момент кетеді елдің ішіне тарап. Бүткіл сырдың бойына тарап кетеді ол сөз. Тәкеңде өте сөзге тұратын, мықты сөздің қадірін білетін кісі. Деп бейбісін шақырыпты да, мынаны ішке кіргізбей тұрып, анау сандықтағы жаңа тонды алып шыққан аның иығына жап, ана тұлыпты. Тез жап, мынаның аузын жабу керек, сырттан келген қонақтардың алдында масқарамыз шығарады деп, Шәкеңнің үстіне жаңағы өзіне қимай жүрген, совхоздың өзіне берген тоны ғой, жаңағы управляющийлар да арылайды, құмның арасында ыстықта суықта бәрі жүретін, сол қойшылардың қасында жүретін управляющий ғой. Содан жаңағы өзінің тонын Шәкеңе жауып жіберіпті. Бір ауыз сөз көрдіңіздер ма? Бір ауыз сөздің құдіретін көрдіңіздер ма? Шәкең тағы да бір ауыз сөзбен жап жаңа тонның иесі болып, жүзі жайраң қағып, қонақтардың ортасына кіріп, төрден орын алды. Міне, жүйелі сөз жүйесін табады деген осы. Сіздердің елдеріңізде де Шәкең сияқты тауып айтып, талай басшының тонын киген кісілер жүр. Айтпай атсыздар, құлсыздар. Мұқағалидың бір өлеңі еске түсіп кетеді осындайда.
айтпайсыңдар, қусыңдар демекші. Айтыңыздар, комментарийге жазыңыздар. Давайте, аман болайық.